Шыр етіп дүние есігін ашқан сәттен бастап, көзіміз көріп құлақ естіген айналамыздың бәрін әлем дейміз, ғалам дейміз. Ағайын тума туыс, жекжат жұрат дейміз. Жан жануар төрт түлік мал дейміз. Өзен мен көл, тау менен тас, күн мен ай дейміз. Мұның барлығы біздің сезім мүшелеріміздің бізге берген ақпаратының жиынтығы. Адамның көзі көріп, құлағы естіп, қолымен ұстап, мұрнымен иісін сезген, дәмін татып көрген заттарымыздың барлығы да адамның сезім мүшелерінің берген ақпараттарының нәтижесі ғана. This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, real is simply electrical signals interpreted by your brain. Нейрондық сигналдардың негізінде қалыптасқан симуляция. Қоршаған әлем адамның миының ішінде, адамның өз денесі де сол сигналдардың жиынтығы ғана. Бәрі санаңның ішіндегі бейнелер ғана. Қоршаған орта жайлы ақпаратты біз көру, есту, иіс сезу, дәм сезу, сипап сезу секілді қасиеттеріміз арқылы алып отырмыз. Сезім мүшелерінің бірі істен шықса, әлем жайлы түсінігіміз өзгеріп, кеміп, қысқарып, тіпті жоқ болып кетуі де мүмкін. Білесіз, сезім жоқ жерде өмірде жоқ. Көз көрмесе, айналаның бар жоғы адамға қызық болмайды. Сол секілді тума соқыр жанға күн мен аспанның ерекшелігін айтып жеткізу мүмкін де емес. Көзіміз көрмесе, аспан жоқ. Құлақ естімесе, дыбыс жоқ. Тіл сезбесе, дәм жоқ. Тері сезбесе, қатты мен жұмсақ, ыстық пен суық та жоқ. Бәріміз аспанды көк қылып көргендіктен ол көк түсті. Ал егер адамның бәрі аспанды жасыл деп көретін болса, аспанды ауа көк деп айтқан адамды есінен ауысқан деп санайтын едік. Ал адамның миының ішіндегі сигналдары оған аспанды жасыл қылып көрсетіп тұрса, біз оны құрметпен қабылдап, оның шындығы ретінде, оның ақиқат ретінде мойындап, оған құрмет таныта білуіміз керек. Сол секілді қазақылықтың басты шарты кісінің шындығы мен ақиқатына құрметпен қарай білу. Өзімнің көзім аспанды көк қылып көреді, қалғандарды солай көруі тиіс деген ұстаным диктатураның бастауы, радикализмнің іргетасы, қазіргі қан төгістің себепкері. Яғни, бар құдай ма, жоқ құдай ма, қазақ құдай ма, араб құдай ма, бір құдай ма, жоқ құдай ма, нөл құдай ма, оған қарамайды. Тек қана өзімдікі дұрыс, мен тура жолдамын, қалғандар адасушы дегенге уағызға тойып алып, қалғандарына құрметсіздікпен қараған адамдарды қазақылық жолындағы адам деп қалайша айтамыз. Күн мен түннің ауысуы да барлық адамның бір ауыздан сезім мүшелерінің бірдей жұмыс жасап, қараңғы мен жарықты бірдей айырған себепті шартты түрде қараңғы немесе жарық деген ұғымға келіп отырмыз. Ал егер адамның көзі бөрі ұқсап көріп, күн мен түнді бірдей көргенде, онда бір адамдар түнді күн деп, ал күнді түн деп жүруде ғажап емес еді. Қалай дегенде, барлығымызға да бір сигналды бір түрлі өңдеп, аспанды көк, тас қатты, мұз суық деген ортақ қабылдау алгоритміне келгенбіз. Біздің айнала, дүние дегеніміз, әлем дегеніміз, мұның барлығы да біздің сезіміміздің жиынтығы. Сезім қайдан келді? Әрине, ақпаратты қабылдағандағы адамның бойындағы пайда болатын импульстан шығады. Ал импульстың табиғаты қандай? Ақпарат келу барысындағы толқынның тербелісінен шығады. Тербеліс дегеніміз қандай? Ол ғаламдық қуат. Ендігі жерде қуаттың өзі қайдан шықты дейтін болсаңыз, яғни сіз айтқыңыз келіп отыр, ол қуатты да жаратқан бір құдай бар деп. Алайда, кеңістіктің қай нүктесін алып қарамасақ та, оның қуаттан құралатынын көреміз.
Қуат үшін ыстық орта, мұзды орта, вакуум секілді факторлар кедергі емес. Қуат кеңістікті толтырып отырған электромагниттік толқындардың жиынтығы. Ал ол толқындардың шығу табиғатын жалпы ағыс деп айтуға болады. Ағым деуге де болады. Өмір өзен ағып жатқан дегендегі өмір өзенінің ағысын ғаламдық қуат ағысы деп атай аламыз. Яғни энергияның ағымы. Қуат дегеніміз органикалық және бейорганикалық қосылыстардың қайнар көзі, өмірдің нақ көзі. Оның қимыл қозғалысын, ағымын, жүйесін адам баласы дөп басып, қолмен қойғандай етіп айтып бере алмайды. Адамның тек білері қуаттың кеңістіктегі қозғалатынын біледі, толқитынын, бұлқынатынын, әртүрлі әрекеттерінің ортақ сипаттарының барлығын біледі. Қуаттың қозғалысының ортақ сипаты қандай десеңіз, бұл қуат үнемі теңгерімде болады. Бір күйден екінші күйге ауысып отырған қуат, энергия, ол үнемі теңгерімде болады. Мысалы, адам баласы қуанса, қолдан келмейтін іске сөз беріп қоюы мүмкін. Ал ашуланып отырса, болып тұрған жұмысқа кері баға беріп болдырмай тастауы мүмкін. Неге? Өйткені адам ашулану мен қуану арқылы өз тепе-теңдігінен ауытқып кетеді. Ал қуатқа келсек, ғаламдық энергияға келетін болсақ, ол толықса да, бұлқынса да, қозғалса да, түрленсе де теңгерімнен ауытқып кетпейді. Оның құдіреті де, оның біз көре білетін қасиеті сол. Ал енді онан бөлек ғаламдық қуат адаммен сөйлеседі, арабтың тілінде кітап түсіреді, деген секілді адамды отқа шыжғырады, сосын 100 адам өлтірсе де күнәсін кешіріп жібереді деген сықылды адамның миына манипуляция қылып құйып берген нәрсеге ғаламдық қуат оған бағынбайды. Және біз адам баласы өзімізді саналы деп санағандықтан, ол ғаламдық қуатқа да бір сана, ақыл, пайым, парасат бергіміз келеді. Ғаламдық қуат дегеніміз түрлену барысында, ағу барысында, өзгеру барысында әртүрлі органикалық және бейорганикалық қосылыстардан тіршілік иелерін жанды, жансыз болып түрленіп, жарата береді, жасай береді. Оны қаншалықты дана, қаншалықты ақылды немесе қаншалықты саналы деп айтуға болатынын мынадан ұғынайық. Ғаламдық энергияның түрлену барысында пайда болған кез келген зат, кез келген нәрсе, ол сол ғаламдық даналықтың бір бөлшегі болып табылады. Алайда біз көптеген заттардан жиреніш, теріс энергия, теріс нәрсе көргендіктен оның даналығын қабылдай алмаймыз. Және біздің даналық деген нәрсеміз өзімізге тиесілі, өзімізге тиімді жағы ғана. Ал енді Құдай деген ұғымға келетін болсақ, әрине, Құдай деген ұғым адам миының туындысы. Адамды адам етіп отырған сезімі дедік, яғни көзің көрмесе, құлағың естімесе, қолың сипап сезбесе, тілің дәм сезбесе, жоғары қайсы, төмен қайсы оны білмесең, онда өмірде сен барсың ба, жоқсың ба, мақлұқсың ба, адамсың ба, ол жағы белгісіз болып қала береді. Сондықтан адамды адам етіп отырған ол сезім мүшелері. Дәл солай секілді Құдайды Құдай ететін де адам. Адам мен адамгершілік бар жерде Құдай бардағы, адам мен адамгершілік жоқ жерде Құдай да жоқ. Ол жерге 1000 арабша сөз жаз, 1000 кітап түсті деп жұрттың құлағына іл, уағызға тойғыз, одан ешқандай пайда жоқ. Адамгершілік кеткен жерден құдайшылық кетеді, құдайшылық кеткен жерге соғыс келеді, қан төгіс келеді, зұлымдық келеді. Ал енді құдайшыл болу үшін адамгершіл болу керек. Құдайға арабтың тілі арқылы, арабтың кітабы арқылы жетем деп санау, қазақылығыңды қоқысқа итермелеумен бірдей. Өйткені Құдай арабты таңдап, арабша сөйлеседі, қазақты тоқалдан туғандай етіп, есіктің аузына итеріп тастайды. Менің бабам қазақ болды да, сүмірейіп, төрге шыға алмайтын халықтың баласы болдық. Ал арабтар үңгірде жатып алып Құдаймен сөйлескен үшін ақылды болып кетті. Сол үшін мен арабтың әр түрлі сөзін күнделікті сөзіме қосып сөйлеймін деу, өзіңнің қазақы қаныңды, анаңның сүтімен келген, атаңның қанымен келген тектілігіңді қоқысқа қарай лақтырып, біреудің таңсығын өзіңе таңсық қылып отырған көрсеткіші ғана деуге болады.
Адамды адам ететін сезімі, Құдайды Құдай ететін адам. Көктен жаңбыр мен қар, сәуле мен бұршақ, найзағай түсетіні рас, оны көріп те жүрміз. Алайда көктен кітап түсті деген сөз, сен ақмақсың, мен сені есек құсатып мініп алам деген сөз.